Айлин сабағына қатыспай, мектеп маңында тұрған Сонердің көлігіне амалсыз мініп кетеді. Ол Сонер мен Мұраттың үйіне келеді. Үйге кірсе, Мұрат оны қуана қарсы алып оған барлық құжаттардың дайын екенін және тойға қажетті заттардың реттелгенін айтады. Ол Айлинге жоғарғы қабатта арналған бөлме дайындалғанын, онда той көйлегі және әшекейлер барын айтады. Айлин бөлмеге кіріп, әдемі той көйлегін көріп таңданады. Бірақ бір сәтке көңіл күйі түсіп терезеге жақындағанда, далада жалғыз тұрған Сонерді байқап, мұңайып қалады. Екі ғашық бір-біріне үнсіз қарайды. Бұл кезде Али нотариусқа келіп, Жәмиле тұрып жатқан үйді кепілге қойды. Али кеме алдым деп қуанып құжаттарға қол қойып, Экбер мен Каролиннің алдын ала жоспарлаған қақпанына түседі. Үшеуі кабинетке кіріп Али келмей тұрып, Экбер мен Каролин ақша толы сөмкені бөліп алады. Оларға көмектескен жалған кеме иесіне аз ғана ақша береді. Али Каролиннің кабинетіне кіргенде бәрі тез болып кеткеніне және сатып алған кеменің ақшасын өзі көрмегеніне таңғалып, кеме иесінен ақшасын алған-алмағанын сұрайды. Ол үндемей басын изейді. Экбер Алиге қарап, бұл Каролиннің арқасында шаруаның жылдан біткенін айтып, алаяқтар бір-біріне қарап күледі. Кейін Экбер қасындағы жалған кеме иесімен бірге сыртқа шығып, адам жоқ жерде оңаша сөйлеспек болады. Осы кезде жалған кеме иесі өзіне берілген ақшаға көңілі толмай, тағы қосымша ақша сұрайды. Бірақ Экбер оған келіспей, оны атып өлтіріп, қолындағы ақшасын алып кетіп қалады. Али банктен шыққан соң сатып алған кемесіне барды. Ол жерге жеткенде жұмысшылар кеменің ішін тазалап, ретке келтіріп жатқанын көрді. Ал бұл кезде Экбер біреуді өлтіріп, қайтадан Каролиннің жұмыс орнына келеді. Каролин одан неге келгенін сұрап, өзіне тиесілі ақшаны алып, шетелге кетуді жоспарлап жүргенін айтты. Алайда Экбер оған асықпау керектігін, өйткені аңғал Али мен ақылды серіктесінің арқасында біраз олжаға қол жеткізе алатынын, және де бір істі аяқтаған соң, бір минутта кідірмей кетіп қалатынын ескертті. Экбер Каролинге бірге Голландияға кетуді ұсынады. Сонымен қатар, ол Алидің қазір кедей болып, қарызға батып қалғанын еске салып, енді онымен бірге тұрудың еш мәні жоқ екенін түсіндірді. Каролин оның айтқан сөздеріне ойланды. Кейін Али жұмыстан шыққан Жәмилені сыртта күтіп тұр. Ол Жәмиленің соңынан еріп, одан Хикмет Карджиді қайдан танитынын сұрай бастайды. Алайда Жәмиле бұл есімді мүлде білмейтінін айтты. Али ашуға мініп, бұл адамның кім екенін анықтап, оның ісін тоқтататынын мәлімдеді. Сондай-ақ ол балықшы шалдың жұмысын тоқтатқанын айтып салды. Мұны естіген Жәмиле таңғалып, оны да жұмыссыз қалдырған екенсің деп, ашуланып оны тыңдамай кетіп қалды. Жәмиленің соңынан айқайлап қалған Али Хикметтің оған жай қарамайтынын айтып, оны қызғанышпен айыптап, бұл істі соңына дейін жеткізетінін кесіп айтты. Жәмиле балықшы шалды іздеп, оның үйшігіне барды. Бірақ іште ешкім жоқ еді. Содан кейін теңіз жағасында отырған басқа бір шалдан оны сұрады. Әлгі шал балықшының Ашиян қабіріне кеткенін айтты. Жәмиле одан Ашиян сөзінің мағынасын сұрағанда, шал оның құстың ұясы дегенді білдіретінін түсіндірді. Бұл сөзді Жәмилеге қуыршақ ұстаған әйел айтқанын есіне түсірді. Осы оймен Жәмиле Ашиян қабіріне барып, балықшы шалды тапты. Ол ұлының қабірінің жанында отыр екен. Жәмиле оған Хикмет Карджи деген сіз боласыз ба деп сұрады. Балықшы шал оған бұрылып терең дем алып, өзінің есімін балықшы деп атады. Ал Хикмет Карджи бұрынғы есімі болғанын айтты. Жәмиле қабірге қарап, одан Хасан Карджи деген кім деп сұрағанда, шал мұңайып, оның өз ұлы екенін жеткізді. Бұл уақытта Айлин тойға дайындалып қалыңдық көйлегін киіп, айна алдында тұрды. Оның жүзінде мұң бар еді. Сол сәтте бөлмеге Сонер кірді. Ол Айлиннің өте әдемі қалыңдық екенін айтып, оған сүйсіне қарады. Айлин көзіне жас алып, оған алғыс білдірді. Бірақ Сонер оның жыламауын өтінді. Ол Айлинге тек бір ауыз сөз айтса, бұл тойды тоқтататынын жеткізді. Айлин де оған қарап, егер ол сүйем десе, Мұратқа тұрмысқа шықпайтынын айтты. Бірақ Сонер ештеңе деместен, ауыр ойға батып, бөлмеден шығып кетті. Жәмиле мен балықшы шал теңіз жағасында отырды. Балықшы шал оған өзін қалай тапқанын және не үшін іздегенін сұрады. Жәмиле оның балық сататын дүкені жабылғанын естіп, мұның өзіне байланысты болуы мүмкін деп ойлағанын айтты. Бірақ ең алдымен оны жаңа жұмысқа орналастырған үшін алғыс айтқысы келетінін жеткізді. Алайда балықшы шал алғысқа мән бермейтінін,
қолда барды берудің қиын еместігін және алғыс айтудың қажеті жоқ екенін айтты. Жәмиле одан байлықтан неге бас тартқанын сұрады, өйткені көпшілік оның орнында бай болғысы келетінін айтты. Балықшы шал кез келген адаммен орнын ауыстыруға дайын екенін, тек бір шарты бойынша оның қайтыс болған ұлын қайтарып берсе дейді. Ол шын байлықтың қадірін білмегенін, ал ұлы қайтыс болғаннан кейін барлық байлығының мағынасы жоғалғанын мойындады. Өзін кедей әрі жаман адам сезінетінін айтты. Жәмиле оған мұны қайғыдан айтып тұрғанын түсіндіргісі келді, бірақ балықшы шал мұның шындық екенін және ешқашан өзгермейтінін жеткізді. Бөлмеде отырған Айлинге Мұрат пен Санер келді. Айлин мен Мұрат той қонақтарына бармақшы болғанда, кенеттен Айлин есінен танып құлап қалды. Санер Айлинді көтеріп, кереуетке жатқызды. Айлин әлсіз күйде көзін жұмып, Санердің есімін атап бәрін тастап, бірге қашуды өтінді. Дәл осы кезде Мұрат бөлмеге кіріп қалуы мүмкін екенін ойлаған Санер Айлинге есін жинауды сұрады. Айлин өзін әрең қолына алып, Мұрат кіріп келгенде қобалжып кеткенін айтып, жағдайды реттеді. Кейін Мұрат пен Айлин төменге түсіп, некелерін қиды. Кешке үйге оралған Жәмилеге Хасифе есік ашты. Енесі оны тамақтануға шақырды, бірақ Жәмиле одан балалар тамақтанды ма деп сұрады. Хасифе балалардың тамақтанып болғанын, бірақ Айлиннің әлі үйге келмегенін айтты. Жәмиле Берин мен Метені шақырып, Айлиннің қайда екенін және үйге кешігіп келетінін ескертті ма деп сұрады. Мете таңертең Айлиннің өзгеше болғанын, өзін әдеттен тыс ұстағанын жеткізді. Берин де бұл сөздерді растады және таңертең Айлин оларды құшақтағанын, бұл қоштасу сияқты көрінгенін айтты. Жәмиле қатты алаңдап, полицияның көмегімен Санердің мекенжайын табу үшін үйден асығыс шықты. Хасифе Османмен бірге үйде қалды. Жәмиле полиция қызметкерлерімен бірге Санердің үйіне келді. Алайда кіреберістегі күзетшілер оларды ішке кіргізбеді. Бір кезде Санер сыртқа шықты. Жәмиле ашуланып, қызын шығаруды талап етті. Ол полицияға оның қызын ұрлап кеткенін айтты. Сол сәтте Айлин сыртқа шықты. Жәмиле оған үйге қайтуды өтінді. Бірақ Айлин сабырлы қалыпта анасына қарап, оны ешкім мәжбүрлемегенін, бұл жерге өзі келгенін айтты. Ол енді үйге қайтпайтынын, себебі тұрмысқа шыққанын жеткізді.